Мектеп келешекте ел басқарар, жер басқарар, елі мен халқын гүлдентер, мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер, жасампаз жандарды тәрбиелейтін киелі де қасиетті ұя. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме десек, сол мектеп сөзімен өмір жолы қиылыспаған адам да кем емес шығар. Адамның ең ыстық шағы, балалық шағы, мектеп өмірімен тікелей байланысты. Осындай киелі білім ордасының бірі болып саналатын Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектеп ең алғаш 1953 жылы Индербор кентіндегі барлаушылар бөлігінде Шохан Уәлиханов атындағы орта мектебінің филиалы ретінде 7 жылдық мектеп болып бой көтерді. Кейіннен іргетасы 1960 жылдың 21 сәуірінде қаланып, Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектеп болып атау алған. Тарихы терең, шежіресі мол мектебіміздің 61 жылғы білім даңғылында осынау қасиетті мекеннен талай қазақ баласы біліммен сусындап, еліміздің игілігі үшін қызмет атқаруға өмірлік жолдама алған. Қазақстанның түкпір-түкпірінде өз жолдарын табуға қанат қаққан шәкірттерді білім нәрімен сусындатып, қалмай еңбек етіп, шәкірт жүрегіне ізгілікті жол таба білген ұстаздардың еңбегі орасан зор. Жас ұрпаққа тереңнен білім мен саналы тәрбие беріп, кәсіби біліктілікті дамыту ұжым ұстаздарының басты мақсаты. Сонымен қатар, жаңа заман талаптарына сай, жаңашыл мұғалімдерге сапалы және инновациялық технологияларды жан-жақты меңгерту. Білім сапасын көтеруге инновациялық технологияларды дұрыс және сауатты қолдануға, оқыту барысында озық, тиімді технологиялар тәжірибеге енгізуге, жаңа көзқараспен қарау, тиімді пайдалану негізгі міндеттердің бірі. Білім адамзаттың сарқылмас қазынасы. Адамзат тарихында ұлт болсын, ұлыс болсын, жеке адам болсын, тек білім арқылы ғана өзінің көздеген мақсатына жетеді. Біліммен ғана басқалардан озық тұрады. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл деп Шәкәрім атамыз айтқандай, бүгінгі таңда әр білім қызметкерлерінің мақсаты ел алдында адал еңбек етуі болуы шарт. Себебі білім кілті білікті ұстаздарда, ал сол білікті ұстаздардан білім алып қанаттанған жастар мемлекетіміздің ертеңгі болашағы. Ел болашағы болатын жастарды қалыптастыратын орта, ол әркімге ыстық, жүрегіне жақын, аяулы да қастерлі ошағы болып саналады. Сонау мектебіміздің даму жолында көптеген жоспарлы жұмыстар алдағы уақытта да өз жалғасын таба бермек.